Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар міне. Бүгін 31 шілде 23 жыл. Міне жігіттер, Кеңтөбек ауылының азаматтары міне. Берік деген азамат, Руслан, Мейрамбек деген азаматымыз міне. Маслихаттың хатшысы қазіргі. Міне кеп, 85-тің жігіттерін әуре қылмай өздері міне бетон әкеп, тас әкеп, астын бетонировать етіп тастады міне. Орнатты қайтадан. Екінші знак әне тұр. Орнатылып тұр, орнатты міне. Ләзде жұмыс істеп бітірді. Енді алғысымызды білдіреміз осы жігіттерге. Енді пано деп айтады екен мына тілде. Мынаны енді сындырмаңыздар, бұзбаңыздар, жол ережелерін сақтаңыздар. Жолға мына қоқысты лақтырмаңыздар. Қоқысқа арналған аялдамаларда қоқыс жәшіктері бар. Сол жәшіктерге салсаңыздар болады. Жолымыз әрқашанда ашық болсын. Осындай нәрселер болмасын. Бірлікте болайық те, ағайын да, Бірлікте болайық, ағайын. Ал, Руслан, өзіңіз бір-екі ауызда сөз айтасыз ба? Жақсы ал, аман болайық. Мына екінші міне. Екінші пано орнына қойылды. Осы бағана жығылып атқан. Түзетілді, орнына қойылды. Астына тас, бетон құйылды, цемент бәрі әкелінді. Жұмыстары атқарылды. Осы паноны түсірген жөн деп ойладым. Аман болайық. Жолда тұрған знактарды, паноларды қиратпаңыздар, ағайын. Ал қадірменді ағайын, енді бағанағы видеоның жалғасы міне. Қарабұлақ деген осы міне. Кеңтөбек ауылының азаматтары міне бәрі қосылып, ақшадай, қаржылай бәрі қосылып, осындай міне ертістің жағасында осындай бұлақ бар, Қарабұлақ деген. Сол жерге мына осындай заманауи мотор қойып, вагончик қойып, осылай жасадым. Міне осында бағанағы знак арқылы осы жерге өтесіздер. 61-62 километр шамамен өтесіздер де, сол жаңағы знактан шамамен енді бір 500 метр шығар, енді бір шақырым әрі кетсе. Соған келіп осы жерден су алып алуға тегін міне бәрі. Кружкаға дейін бар ішіп алуға болады міне. Тоқпен қосылады. Тоқпен қосылады бәрі кнопкамен міне. Осының кружкасында бір ұрлап кетті ан жол. Ұрламаңыздар ағайын, енді кружка сатып алуға болатын шығар. Екінші кружка қойып қойды міне. Кешке жарық бар. Кешке жарық бар, мына жерде светі бар, бәрі бар міне. Светі бәрі бар. Неше литр су аламыз дейсіздер сонша міне. 1 тонна керек болса 1 тонна алыңыздар міне. Құдайдың берген ырыздығы. Соның құрметіне қойылған знак қой. Жаңағы пано. Соны бұзып сындырып кетіп әйтеуір бүгін жігіттердің арқасында соны бәрі орнына қойып, орнатып міне. Осы Қарабұлақтың басына кеп судан алып жатырмыз бәріміз міне. Ане кнопкамен қосылады ан жерден міне. Су алып ішіп отырыңыздар. Әр ауылда осындай заманға сай бұлақтарды осылай жандандырсаңыздар әдемі болады. Бай қуатты ел болайық. Еліміз гүлдене берсін деген ниеттемін енді. Амандықпен кездесейік ағайын.